Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 72-ші сабақ. Кейіпкер портреті. Аяулы Жақаң. Міржақып Дулатов оян қазақ деп ұран салып, қазағымыздың сауатын ашуға, жаңаша өмірге, еркіндікке тартқан ұлы ақын. Оқушылар, бұл мәтінде атақты жазушы Міржақып Дулатов туралы айтылады. Бұл мәтінді Міржақып Дулатовтың ағасы Асқар Дулатов жазған, яғни жазушының өмірі туралы ағасы айтады. Аяулы Жақаң. Міржақып менен өте көп кіші болатын еді. Әрі інім, әрі баламдай қолымызда тәрбиеленді. Дәнеш анамыз баласын жүре бастағанда арқасынан түсірмей жүреді екен. Және ауыл сыртындағы молдада оқып жатқан балалардың жанына барады екен. Және кішкентай баласы құлап қалмасын деп, күңшаш деген жұмсақ шөпті жіп сияқты есіп, оны кішкентай Жақаңның белінен байлап, өзі бір ұшынан ұстап, балалардың арасына жібереді екен. Және кішкентай Жақаң балаларға қарап, олардың қағаз қаламдарына таласады екен. Оны көрген анасы қуанып, менің де балам ер жетіп оқымысты болады. Көрген аян түсім бар, сол тура келеді деп қуанады екен. Бірақ Дәнеш анасының өмірі ұзақ болмайды. Міржақып 2 жасқа келген кезде жетім қалады. Міржақып өзі қатарлас балалардан көрі бойы кішірек болып өседі. Бірақ денесі тығыршықтай жұмыр, шапшаң қимылды болады. Үстін таза ұстап, жинақы жүретін. Әкеміз Міржақыпты жастайынан оқуға берді. Оның алғаш сауатын ашқан кісі Мұқан Тоқтыбаев деген кісі. Міржақып ауыл мектебін үздік бітіріп, оқуын әрі қарай жалғастырып, Торғай қаласындағы 2 жылдық мұғалімдер училищесіне түседі. Мұны бітіргеннен кейін де өз білімін толықтыру үшін көп ізденетін. Сол кездегі белгілі орыс, татар жазушыларының кітаптарын оқитын. Газет беттерінде жарияланып жүрген 2 кісінің жазғандарын қатты ұнататын. Олардың авторларын сыртынан ғана білетін. Бұл кісілердің бірі ақын Ахмет Байтұрсынов, екіншісі белгілі қайраткер Әлихан Бөкейханов болды. Міржақыптың бар арманы осы 2 ағасымен кездесу еді. Міржақып Дулатовтың тұңғыш өлеңдер жинағы Оян қазақ атымен жарық көреді. Міржақып қолына кітабы тиісімен ең алдымен өзіме, одан кейін туыстарға сыйлыққа таратқан болатын. Қуанышым қойныма сыймай қуанып, барлық ағайын жекжаттардың басын қосып, мал шалып, өзімше той жасадым. Оян қазақ қолдан қолға тимей, аз уақыттың ішінде тез елге тарап кетті. Міржақып Оян қазақ кітабында ұран салып, халқын өнер білімге шақырған. Қазақ елінің басқа жұртпен терезесі теңеліп, іргелі ел болуын аңсаған. Оқушылар, сіздерге түсінікті болды ма? Міржақып атамыздың өмірі туралы таныс болдыңыздар ма? Олай болса, Суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.